Bugün sizlerмен Facebook'ta aшу настройкамен танысу сабағын өтетін боламыз. Үшін Google браузерге кіріп, Facebook выход дейміз. Міне осы сілтемеден өтіп кіреміз. Сіздерде Facebook аккаунттарыңыз бар болса, мына жерге логин парольдеріңізді жазып кіре бересіздер. Жоқ болған жағдайда міне осы жасыл кнопка создать новый аккаунт басып кіреміз. Мына жерге өздеріңіз аттарыңызды жазасыздар. Facebook ашқан уақытта аты жөндеріңіз, туылған күндеріңіз, жылдарыңыз барлығын паспортпен сәйкес келу керек. Тура паспорттағыдай жазып тіркелесіздер. Алдағы уақытта блокқа кеткен уақытта оңай шығуға көмектеседі. Мына жерге қолданыста тұрған номер жазамыз. Ескеретін жағдай, бір номермен бір ғана Facebook ашамыз. Бір номермен бірнеше Facebook ашып тастауға болмайды. Мына жерге пароль жазасыздар Facebookқа кіреді. Бұл парольді ұмытып қалмауларыңыз қажет. Заметкеге немесе блокнотыңызға жазып қойыңыз. И осы зарегистрация кнопкасын басып тіркелесіздер. Жаңадан тіркелген уақытта. Енді менде Facebook аккаунтым бар бұрыннан. Сіздерге қазір соған кіріп көрсетемін жалғасын. Дәл осы мен көрсеткендей етіп тіркелесіздер. Міне. Мына жерге өтіп, өздеріңіз суреттеріңізді қоясыздар. Камера басып, міне, загрузить деген басып, ноутбукта керек. Міне. Бірнеше адам болып түскен суреттің қажеті жоқ. Тек қана жалғыз өзіңіз түскен сурет болу қажет. Түріңіз анық көрінген. Міне. Осылай жылжытып. Міне, сохранить дегенді басып қоясыздар. Одан кейін мына жерге обложка қойып міндет емес, негізінен өздеріңіз үшін қойып қойсаңыздар да болады. Міне. Осы жерден изменить деген қойып басып қоясыздар. Мен дегенді қойып қойған обложка. Сіздер қойсаңыздар, қоймасаңыздар өз еркілеріңіз. Одан кейін мына жерге информация бөліміне өтіп, өзіміз жайлы данный толтырамыз. Мына жерге жұмыс орны жазсаңыз болады. Бұл негізі міндеттелмеген. Жазғыңыз келсе жазып қойсаңыз болады. Мектеп, оқитын оқу орныңызды жазсаңыз болады. Одан кейін мына жерге тұратын қалаңызды жазасыз. Мына жерге отбасылық жағдайыңызды жазасыз. Мына жерге номеріңізді жазасыз. Міне контакт и основная информация деген бөлімге өтеміз. Осы жерде міне номерлеріңізді өзгертсеңіздер болады. И мына жерге обязательно почта тіркеп қоямыз. Менде енді тіркеліп қойған, сіздер жаңадан тіркейсіздер почта. Мына жерге Instagram ссылкаңызды немесе сайтыңызды болса сайтыңызды қойып қойсаңыз болады. Бұл негізі міндеттелмеген қою. Мына жерге пол дұрыс белгіленбей кеткен болса, осы жерден дұрыстап қойсаңыздар болады. Туған күн жылдарыңыз міне осы жерден өзгертсеңіздер болады. Одан кейін бізде тураланатын настройка міне. Осы жерге өтеміз, аккаунт деген жерге настройки, тағы да настройки басып кіреміз. Мына жерде центр аккаунт деп тұрады, осы жерде больше дегенді басып кіресіздер. Міне мына жерде мен Instagram жалғап қойғам, осылай шығып тұрады. Сіздерде енді басында жалғамағаннан кейін тек қана Facebook деп мына жерде аты жөндеріңіз шығып тұратын болады. Пароль и безопасность бөліміне өтіп, пароліңізді өзгерте аласыз. И мына жерде аутентификация орнатып қоямыз. Міндетті түрде. Менде енді тіркеліп қойған, сізден номер шығады, сол номерді жазып, номерге код баратындай етіп, солай аутентификация орнатамыз. Личная информация бөлімі, міне бізде осы керек бөлім.
осы жерге өтіп, мына жер почтаңызды өзгерте аласыз. Сізде тіркелмеген болса, почтаны осы жерден тіркейсіз. Міне добавить контактная информация дегенді басып, добавить электронный адрес деген басып тіркейсіздер. Менде енді тіркеліп қойған. Поштадан номерде барлығы тіркеліп тұр, туған күн барлығы дұрыс. Алдағы уақытта фейсбуктарыңыз мәңгілікке блокқа кетіп, солай болып жатқан жағдайда фейсбукты өшіріп, жаңадан ашу үшін міне мына жерге деактивация удаление дегенге кіріп, осы жерде міне белгілеп өшіріп тастайсыздар. Мен енді удалить етпеймін. Фейсбуктың сол үшін маған қажет емес. Фейсбукқа алғаш кірген уақытта бір аптадай фейсбукты қыздыруымыз қажет. Міне мына жерде адамдарға лайк басып, комментария жазып, пост салып, адамдарға міне добавить друзья деп тіркеліп, осылай алғашқы бір апта осы фейсбукты қыздыруымыз қажет. Сразу кіре салып реклама